өңірдің географиялық климатының ерекшелігін ескере отырып, 3 кластерлік бағытты дамытуды қолға алдық. Су үнемдеу технологияларын қолдана отырып, мақтаны элиталық сортты өсіру және шикізат терең өңдеу қамтитын мақта тоқыма кластері құрылды. Кластер өндірістік процестің барлық кезеңдерімен қамтамасыз етеді. Мақта өсіруден бастап, жіп, мата, джинсы материалдары сияқты дайын тоқыма өнімдер шығаратын боламыз. Мақта кластері 5 жоба іске асыру нәтижесінде 7000-нан аса жұмыс орны қамтылып, 201 миллиард теңге инвестиция тартылды. Мақта өнімділігі 2-3 есе артып, көрсеткіш 60 центнерге жетеді. Нәтижесінде 229 мың тонна мақтаны өңделеді. Биыл пилот ретінде Отырар ауданында 32 мың гектар алқапқа жаңа әдіспен мақта егілді. Нәтижесінде 45 центнер мақта жиналды. 2 мақта өңдеу заводы және 2 су үнемдеу технология шығаратын өндіріс іске қосылып, жіп иіру фабрикасы құрылысы аяқталуда. Жүгері кластер бағытында Шардар ауданында Казкрахмал заводы салынуда. Келесі жылы 1-тоқсанда іске қосамыз. Құны 35 миллиард теңгеге 251 жұмыс орны ашылады. Жалпы 150 мың тонна жүгері терең өңдетіп, 26 түрлі өнім шығарамыз. Жоба іске асыру есебінен жүгерінің алқаптарын 40 мың гектардан 2030 жылға дейін 70 мың гектарға дейін жеткізу жоспарлап отырмыз. Ет кластері бағытында 7 жоба іске асырылуда. Жоба құны 50 миллиард теңге 802 жұмыс орын ашылады деп жоспарлап отырмыз. Орталық Азияда теңдесі жоқ 50 мың бас ірі қарамал бордақылау және ет өндіретін терең қайта өңдейтін ерекше кешендер заманауи мал биржасы салынуда. Бүгінгі күні Казэкомит, Түркістан Агро КЗ және Бесқара ет өңдеу кешендері іске қосылды. Нәтижесінде қосымша 35 мың тонна ет өңделетін болады. Жалпы кластерлік бағытта отандық терең қайта өңдеу дамытып, шаруалардың өз өнімдерін кепілді түрде нарыққа сату мүмкіндігін береді. Аталған 3 кластер дамыту есебінен 26 жылы жеңіл өнеркәсіп 220 миллиард теңгеге, ауыл шаруашылық қосымша 433 миллиард теңге ұлғайтуын жоспарлануда.